Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жаңа салық кабинетінен қалай 910 форманы тапсырамыз, сол жайында сіздерге түсіретін боламын. Ең алдымен поискқа knp.kgdgov.kz деп жазып аламыз. Және виберет ЭЦП деп өзіміздің ЭЦП ключімізбен кіретін боламыз. ИП кімнің атында, сол адамның ЭЦП ключімен кіретін боламыз. Открыть. Және паролін жазамыз. Күте тұрамыз. Қол қоюды басамыз. Бізде осындай окно ашылады. Енді мына жерде аты жөніміз тұрады, жоғарыда посмотреть профиль дегенді басып обновить етіп жібереміз. Обновить етілді. Ары қарай не істейміз? Осы жерде профильде бізде барлық данныйлар көрсетіліп тұрады. Жоғары жақта аты жөніміз, тұрғылықты мекен жайы және ИП-ның тіркелген жері барлығы осы жерде профильде тұратын болады. Енді бізде не керек бұл жерге? ИП-ның тіркелген жері және регистрация, өзіміздің мекен жайымыз тіркелген қажет болады. Осы жерде мына бізге қажет, осы цифралар қажет болады. Бізге бұл 910 форманы толтырғанда. Және бізде екі окет бар екен, екі окетке тіркелген, осы океттерді сақтап аламыз. Ары қарай бізде мінекей тұрғылықты мекен жайы бойынша және ИП-ның тіркелген мекен жайы бойынша мына бір УГД кодтары. Бізде екеуі де бір УГД-да тіркелген екен. Бір УГД-ға жіберетін боламыз. Келесі бізде ең астына түскен кезде ИП-мыз қай салық режимінде, сол жайында мына жерде жазылып тұрады. Міне действующий деп тұр. Қай жылы ашылғаны, ИП-ның УГД-сы қай районға қарайтын, барлығы осында көрсетіліп тұрады. Бізде упрощенный декларация деп тұр, упрощенка режимінде. Ары қарай барлығын біліп алдық. Бізге қажетті жаңағы окет номерін сақтап аламыз және бізге УГД кодтары керек болады. Қай районға, қай ауданға, қай қала немесе соны жазатын боламыз. Қазір 910 формада көрсетіледі ол міндетті. Ары қарай бізде документы дегенді басып, үстінде мой документы деген тұр. Бұл жерде біздің қай отчеттарымыз тапсырылған немесе тапсырылмаған, сол көрсетіліп тұрады. Бізде налоговый отчетымыз деген кезде 910 форма бізде мына жерден принят дегенді басып қарасақ болады. Қай нешінші жылдыққа тапсырылғаны осы жерде мінекей көрсетіліп тұратын болады. Ары қарай закрыть деп басып, налоговый заявление жіберген болсаңыздар, мына жерде налоговое заявление осы жерде тұратын болады. Енді біз 910 форманы қалай тапсырамыз? Сіздерге қазір налевой отчет және доходпен тапсырылған отчетты бірге көрсетіп кететін боламын. Енді астына түсеміз. Бізде мінекей 910 форма декларациясы. Осыны басамыз. Осы жерде полугодия, қай полугодияға бір немесе екі. Біз қазір мен сіздерге бірінші полугодияға көрсететін боламын. 2026 жыл бізге бұл жабылуға кетіп жатқан отчет түрінде көрсететін боламын. Енді жылын таңдаймыз, 2026. Бізде жабылуға кеткені немесе екінші жарты жылдық 2025-ті ол уже тапсырылып кетті. Енді біз июль айынан бастап, июльдің 1-мен августтың 15-іне дейін первоначальная бірінші рет тапсырылып тұрған. Қазір менде басылмай тұр. Первоначальная және ликвидационный менде алғаш рет тапсырылып жатыр және жабылуға кетіп жатыр. Егер сізде кезекті отчет болса, очередная деп тапсырасыздар. Егер алдын тапсырылмаған отчет болса, алғаш рет тапсырып жатсаңыздар, тек первоначальная деген таңдайсыздар. Егер тек қана алғаш рет тапсырылып жатса, первоначальная дегенді ғана белгілеп кетесіздер. Менде қазір ликвидационная, екеуін бірге белгілеймін. Неке жоғарыға шықты. Енді астына организационная право форма налогоплательщика дейді. Бұл өзі индивидуальный предприниматель, өзі шығып тұрады автоматически. Енді KZ деген жерде, мына жерде теңге деген тұру керек. Келесі бізде бухгалтерсіз, не ведет бухгалтерский учет. В нұсқасын таңдаймыз. Признак резидентства. РК Қазақстан. Енді мына жерде келесі бізде жаңағы бізде окет болды, кабинетке кірген кезде бізде профилімізде көрсетіліп тұрды. Осы жерге соның кодын, сақтап алған кодымызды жазатын боламыз. Бізде 96-090 өзі тауып береді. Міне басқан кезде осы жерде өзі қай окет түрі өзі осы жерде жазылып тұрады, кодты терген кезде.
тұрды. Енді келесі екінші окетімізді басамыз. Сізде қанша окет таңдалды, соны жазып шығамыз осы жерге. Қазір менде таппай тұр. 2 9 жазылып кетіпті. 1.9 өшіреміз. Мінекей тапты, иә. Розничный торговля шықты. Ары қарай міне мына жерде жаңа қызыл жанып тұрғанның барлығы кетеді. Океттерді жазған кезде, егер сізде бір ғана окет болса, ИП-ға тіркелген, біреуін жазасыздар. Неше окет тіркелген, соның барлығын осы жерде көрсетіп шығатын боламыз. Ары қарай бин аппарат акима деген жерге, егер сіздің ИП-іңіз аудан, ауылдық жерлерде тіркелген болса, осы жерде бин аппарат акима, селский округ, сол жердің УГД кодын жазамыз. Сол кезде мына жерге наименование деген жерге сол жердің аппарат акиматтың атауы жазылатын болады. Бізде қазір қала бойынша екен ИП-іңіз тіркелген, қалада тіркелген болған соң бізге оны жазудың қажеті жоқ. Енді мына жерде выберите значение дейді. Егер сіз осы жерде 910.01 деген толтыратын болсаңыз, приложениені осы жерге птичка қойып кетеміз. Бізде бұл тек жұмысшы болған жағдайда ғана толтырылады. Сол себепті біз бұны белгілемейміз. Бізде жұмысшы жоқ. Ары қарай далее. Ары қарай бізде уже налог көрсететін боламыз. Доход. Егер бізде доход болған жағдайда, жоғарыға доход көрсетіп кетеміз. Мысалы, бізде 5 миллион доход болды дейді. 5 миллион доход. Және мына жердегі 910.002 деп, бұл жерде егер работник болған жағдайда соған төленген зарплата. Мына жерге соны жазып кететін боламыз. Бізде нулевой отчет болғаннан кейін бұл жерге ештеңе толтырмаймыз. Ары қарай далее. Келесі ары қарай бізде қанша доход болды? Мысалға 85 мың зарплата, иә. Минималкамен тапсырып жатсаңыздар, минималка. Мына жерде максималка болса, максималка көрсетеміз. Биылғы минималка 85 мың, жерге 85 мың деп жазып көрсек, өзіңіздің зарплатаңызды көрсетесіз бұл жерге. Сол кезде мінекей мына жерде 85 мың шықты. Мына жерге барлығына 85 мың. Қайсы айға зарплата тағайындалды, осы жерге көрсете кететін боламыз. Сол кезде итог мына жерге шығатын болады. Және де 85 мың бізде жазылмайды. Ары қарай сумма социальный отчисление к уплате дейді. Бізде 85 мың минималка 2026 жыл бойынша 5% төленетін болады. Бізде 5% 2026 жылға 4250 теңге деп жазамыз. 4250 теңге. Егер сізде қайсы айда төленді, сол айларға көрсете кететін боламыз. Ары қарай пенсионный взнос и обязательный пенсионный взнос работодателей дейді. Енді мына жерде пенсионный қанша төленіп жатыр минималкамен, бізде 85 мың зарплатамен есептегенде 85 мың зарплата мына жерге тоже толтырылып шығады. Төленіп жатса доход болған айларға. И мына жерде пенсионный взнос к уплате деген бар, сол жерде 8,5 мың теңге дейміз. Мен бір ғана айды көрсетіп кетіп жатырмын сіздерге мысал ретінде. Осылай. Егер 0 болса, 0 мен тапсырып кетеміз бұны. 0. Бұл жерге ештеңе жазудың қажеті жоқ, егер сізде төленбеген болса. Енді сумма обязательный пенсионный взнос работодателей к уплате дейді. Бұл жерде бізде 3,5%, жаңағы минималмен 85 мың зарплатадан 3,5% осы жерге төленетін болады. Бізде 3,5% 2975 теңге 2026 жыл бойынша. Біз көрсетпейміз, сіздерге мысал ретінде көрсетіп тұрмын. Ары қарай бізде медицинский страхование дейді. Бұл жерде бұл бізде обязательный төленетін суммамыз. Бізде 5950 теңге 2025-те осылай болған, бұл өзгерген жоқ. Бұны 6 айға да көрсетіп кететін боламыз. Егер сіздерде төленбеген болса, ИП-іңіз жаңадан ашылып, оны қайта жабуға жіберіп жатсаңыз, төленбеген жағдайда бұл жерге көрсетіп кету міндетті. Бұл жерге бізде төленбеді, сол себепті барлық айларға 0 көрсетіп кететін боламыз. Мына жерде 2-0 көрсетіліп кетті менде. Тамағым кішкене ауырып тұр, мән бермеңіздер даусыма. Мінекей болды. Ары қарай, далее. Код органа государственных доходов по месте жительства дейді. Бізде мына жерге доход по местонахождению деген жерге ИП тіркелген, УГД кодын жазамыз. Бізде ИП-дің тіркелгені де және регистрация бойынша да бір код болды. Сол себепті екеуін бірге көрсетеміз. Сіздерде басқалай болуы мүмкін. Бізде шықты, міне екеуі де бір районда бізде. Ары қарай я несу дегенге птичка қойып, сформировать дегенді басамыз. Кішкене күте тұрамыз. Осылай бізде отчетымызды бланк есебінде шығарып берді. Мына жақтан қарасаңыздар болады. Открыть мына жерді басып, редактировать, егер бір жерден қате кетіп қайтадан дұрыстамақшы болсаңыздар, мына жерде редактировать дегенді басып, қайта қарап шықсаңыздар болады. Ары қарай подписать и отправить деп ЭЦП ключімізбен қол қойып жіберетін боламыз.